Аталық ұрық пен аналық ұрық. Қазақ ер мен әйелдің спермасын бұлазық дейді. Бұлазық адамның жынысына қарай ұрық және ұрық деп екіге бөлінеді. Енді дәлелімізді осы екі түсініктерді нақтылауға арнайық. Еркекте ұрық. Жекелеп айтса, ер адамның бұлазығын қазақ ұрық дейді. Ұрық деген сөзі орысшаға ұр, бей, ұқ, пайми болып аударылады. Осы сөздердің басын қоссақ, бей, пайми деген түсінік шығып, ер адамның ұрығының болмысын толық нақтылайды. Қазақ дүниетанымындағы бұл атауларды атамай, қазақ түк білмегендей ниет білдіріп жүргеніміз көңілге қонбай, надандау халық жасап жүргеніміз көңілге қонбай жүрген жағдай бар. Екінші, әйелде ұрық. Жекелеп айтқанда, әйел адамның бұлазығын қазақ ұрық дейді. Ұрық деген сөз орысшаға ұр, бей, ақ, отстранись деп аударылады. Осы сөздердің басын қоссаң, бей, отстранись деген түсінік шығады. Қазақ өз дүниетанымын осындай сөздермен белгілеп, ара жігін ажыратып, келелі ойды жеткізерде ешбір түсінікті шатастырмай, айтпақ ойын таза жеткізген. Қазақ білген дүниетаным, ерекше дүниетаным. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 86 бет.